Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін мен сіздерге Припяти.нет сайтында тест жасауды қадам-қадаммен үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен әдеттегідей Припяти.нет деген сайттың атауын Google-да ашып жазамыз. Сол кезде өзінің ең бірінші сайтына өтеміз. Бірден осындай сайттың терезесі ашылады. Көріп отырғаныңыздай, бұл сайт ешқандай да тіркелуді, яғни логин парольді сұрамайды. Бұл жерде сіз 30-дан аса оқушылар мен ұстаздарға арналған ойындардың түр-түрін құруды үйренетін боласыз. Ең алдымен сайттың тілі түсінікті болу үшін тышқанның оң жағын шертіп, перевести на русский деп орыс тіліне аударып алсаңыз болады. Бүгін біз тест, яғни викторина құруды қарастыратын боламыз. Ол үшін мына жерде қарайтын болсақ, викторина на сертификат деген тұр. Соның демонстрационный дегенін емес, инструкция деген батырмасын шертеміз. Осы кезде өте ұзақ жазба шығады. Барлығын сіз оқымайсыз. Тек қана мына жерде this template, яғни шаблон дегеннің үстінен басып, құжаттың көшірмесі шығатын болады. Осы көшірме арқылы, дайын шаблон арқылы біз тест сұрақтарын өзгертетін боламыз. Сізге айта кететін бір ескерту: егер сіздің компьютеріңізде Excel болмаса, компьютеріңізде ашылмауы мүмкін. Сондықтан Excel бағдарламасын алдын ала компьютерге орнатып алғаныңыз дұрысырақ. Енді мына жерде бізде сұрақтар ашылды. Айталық, сіз сыныпта қандай да бір сайыс өткізгелі жатырсыз. Сол сайыстың нәтижесін шығару үшін тест сұрақтарын дайындап, оларға сертификаттарын табыстап және ең үздік нәтиже көрсеткен оқушыларды анықтасаңыз болады. Тек қана бұл сайыс емес, сонымен қатар түрлі форматтағы байқауларға, күнделікті қалыптастырушы бағалауға бағытталған тапсырма түрінде, сыныптан тыс шара форматында, сынып сағаттарында, тағы басқа іс-шараларда қолдана аласыз. Енді мына жерде қарап отырсаңыз, type деген жер бар. Type деген жерде question деп тұрған, бізде оның жанында сұрағымыз орналасады. А деп отырғанымыз ол бізде жауаптар. Мына жерге назар аударатын болсаңыз, 4 жауап бар, бірақ екінші А дегеннің қасында жұлдызша белгісі тұр. Ол бізде дұрыс жауап дегенді білдіреді. Тағы да бір қайталап айтайымыз, question дегеніміз сұрақ жазамыз, А дегеніміз мүмкін болатын жауаптарды жазамыз, бірақ А жұлдызша дегеннің қасына дұрыс жауапты көрсететін боласыз. Бұл жерде сұрақтың санына шектеу қоймайды, төменге қарай өтіп бірнеше сұрақтарды жаза бересіз. Осылай етіп сіз ұлттық бірыңғай тестілеудің тест сынақтарын да осы сайт арқылы онлайн форматта ала аласыз. Қазір мен сіздерге қарапайым ғана сұрақтарды жазып көрсететін боламын. Ең бірінші сұрақты жазайық. Қазір жылдың қай мезгілі? Жаздым. Енді мына жерге мен жауаптарын жазамын. Яғни мүмкін болатын. Бұл бізде жаз мезгілі. Дұрыс жауап бізде А жұлдызшаның қасында орналасуы қажет. Көктем. Дұрыс жауап. Күз. Қыс. Болды. Сұрағымыз дайын. Екінші сұрағымызды жазамыз. Бір жылда неше ай бар? Мұнда 6, мұнда 8, мұнда жұлдызша белгісі тұр. Дұрыс жауапты жазамыз. 12, мұнда 9. Түсінікті деп ойлаймын. Осылай етіп, сіз бірнеше сұрақтарды астына құрастырып шығасыз. Міне мен сіздерге 6 сұрақтан тұратын тестті құрастырып алдым. Енді мен сіздерге тек мысал ретінде қарастырып отырмын. Бұл бізде төменгі жақта қарайтын болсаңыз, questions деген листте, яғни парақта тұрған сұрақтар болды. Енді options, яғни настройки, баптауларға өтіп, біз осы жерге, яғни байқауымыздың атауын жазатын боламыз. Мұнда TV Comedies деп тұр, біз оны өзгертеміз. Мысалы, бұл бізде кім жылдан сайысы болсын. Міне барлығы дайын болды, сұрақтарымыз дайын. Мұнда тек қана сайыстың атауын ғана өзгертесіз. Енді бізге сілтемені алу қажет. Ол сілтеме арқылы оқушылар осы тест сұрақтарына жауап беретін болады. Ол үшін оң жақ жоғарыда тұрған файл, содан кейін бөлісу, орысша публиковать, содан кейін интернетте жариялау дегенді басамыз. Сол кезде бізге жасыл түсті жариялау деген шығады. Осын тағы да бір рет басамыз. Содан кейін окей дегенді міндетті түрде басамыз. Сол кезде бізге осындай сілтеме шығады. Осы сілтемені міндетті түрде біз көшіріп алуымыз қажет. Тышқанның оң жағын басып, копировать дегенді таңдап,
Тағы да интернет браузерді ашамыз, яғни мына Лепетинет сайтының жанында тұрған плюсик батырмасын басып, жаңағы көшіріп алған сілтемемізді мышканың оң жағын басып ставить деп, пернетақтадан Enter батырмасын шертіп қоямыз. Міне, осы жерде біздің барлық дайындаған сұрақтарымыз шықты. Тағы да бір көз жүгіртіп сіз тексеріп алыңыз. Сұрақтарыңыздың жауаптары дұрыс қойылған ба? Болғаннан кейін көз жүгіртіп, мына жерде get the link here дегенді басамыз. Басқан кезде бізге арнайы сілтемені дайындап береді. Осы сілтемені біз мышканың оң жағын басып копировать адрес ссылкой деп алып, өзіміздің оқушыларымызға беретін мессенджер чаттарына тарататын боламыз. Оқушыларға яғни сілтемені жібереміз. Осы оқушылар сілтемені алғаннан кейін бірден тестті орындай беретін болады. Қазір мен осы сілтемені копировать етіп алып, оқушы рөлінде өзім тест сұрақтарына жауап беріп көретін боламын. Мышканың оң жағын басып қойдым, браузерге Enterді бастым. Міне бізге осындай терезе ашылады. Кім жылдам сайысы? Your name деген жерге міндетті түрде оқушы өзінің аты жөнін дұрыс жазуы қажет, өйткені сертификат сол жазылған аты жөнмен берілетін болады. Қазір мен өзімнің аты жөнімді енгізейін. Енгізіп болғаннан кейін Continue деген батырманы басам. Міне бізге сұрақтар шықты. Сұрақты оқып жауап береміз. Next дегенді басамыз. Егер сұрақ түсініксіз болса, Back дегенді басып қайта келіп отырады. Бізде назар аударатын болсақ, 6-да 6 дейді. Яғни оқушы 6 сұрақтың 6-ауына да жауап берді деген сөз. Егер дұрыс жауап берген болса, Submit Response деген батырманы басады. Бірден бізге сертификат береді. Ал егер оқушы тест сұрақтарына дұрыс жауап бермеген жағдайда, ол қайтадан қатемен жұмыс жасауға мүмкіндік алатын болады. Submit'ті басамыз. Міне бізге сертификатты дайындап берді. Осы сертификат арқылы оқушыларға қалыптастырушы бағалауды қойып бағаласаңыз болады. Бұл сертификатты онлайн түрде достарына, туыстарына жіберіп, немесе принтер арқылы шығарып алуға болады. Бұл да бір оқушыларға пәнге деген қызығушылықты арттыруда қолданылатын мотивацияның бір түрі деп білемін. Сонымен бүгінгі видеомыз Лепетинет сайтында тест құрастыруға арналды. Бұл сайттың басқа да мүмкіндіктері көшбасшылар үздіктер тақтасын жасау, ерекше 10 минутта викторина құру, адасқан сөздер әдісі, тағы да басқа осы сайттың мүмкіндіктерін көрсететін видеоларды Сандуғаш Қадырғалиевна каналынан таба аласыздар. Бүгінгі видео ұнаса, лүпіл қойып, пікір білдіріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Кәделеріңізге жарасын.